Ассалаумағалейкум, қазақ елі. Мен азаматтық белсенді Акимбай Бауыржан, көше баласы, қазақ халқыма, қазақ бауырларыма үндеу. Бісміллә деп сөз бастайын, жаратқан болсын маған жар. Сайлауыңа сенбеймін, бәрі жалған, билігіңе сенбеймін, қарыз алған. 100 депутат отқанмен мәжілісте, айтылмайды халықтың зары залдан. Пайда бар ма? Дәл мұндай мәжілістен, сөзге шебер аулақтау әзірістен, тонап жалмап елімнің бар байлығын, елдің қылған өкпемен наз үстем. Сайлау алды көргенде жарнамасын, тамсанасың, таңырқап таңғаласың. Жұмысқа кеп ұйықтайды, ойланбайды, оянбайды, ұйқылары қанбағасын. 30 жылда тіл кетті шұбарланып, дінде кетті көбейіп сыңарланып. Ертегіге елсеніп 30 жылға мың алданып отырмыз, мың арланып. Жайлап алды жемқорлық бар саланы, қарағалық қай басшыны арсанады. Иттен ұят қазаннан қақпақ кетті, осы меді бабамның аңсағаны. Қазақ елі, заңсыз сайлауға қарсылығымызды білдірейік. Біз заңсыз сайлауға қарсымыз. Біздің Қазақстанда 30 жылда ешқашан әділетті сайлау өтпеген. Мен осы жерде отырған ұстаздарға, дәрігерлерге айтарым, сендер болашақтарыңа балта шаппаңдар, халықтың дауысын ұрламаңдар. Ертең ұрпақтарының алдарында, ата-бабаларының алдарында қара бет болмаңдар. Сондықтан халқым, бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып, заңсыз сайлауға қарсылығымызды білдірейік. Байкот жариялайық, не болмаса бақылаушы болайық қазақ елі. Сондықтан заңсыз сайлауды қалай да болса тоқтатайық. Бізде 30 жылда ешқашан әділетті сайлау өтпеген. Біздің жоғары жағымызда өңшең сатқын жемқорлар билеп отыр. Сондықтан қазақ елі осыған тосқауыл қойық. Ертеңгі күніміз біздің болашағымыз. Сондықтан болашағымыз үшін күресейік. Сондықтан қазақ елі ауызбіршілікке шақырам. Біз біріксек, біз алмайтын қамал жоқ. Жұмыла көтерген жүк жеңіл, көп түкірсе көл болады. Сондықтан қазақ елі үнсіз қалмаңыздар, намысты болыңыздар, рухты болыңыздар. Ертеңгі күндеріңіз, болашақтарыңыз үшін күресіңіздер. Осы видеомызды таратып, әр адам үндеу жасаңыздар. Келе жатқан сайлауға қарсылығымызды білдірейік. Сөзбен емес, әрекетпен істейік қазақ елі. Сондықтан ауызбіршілікке шақырам. Заңсыз сайлауға тосқауыл қойық. Ассаламағалейкум қазақ елі. Алла разы болсын.